Баршаңызға сәлем. Бүгін біз узбекский плов жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәбізімізді салонка етіп, жұқақып турап аламыз. Пиязды турап дайындап аламыз. Бір шөміш су майымызды құйып, қазанымызға сәл қыздырып аламыз. Бірінші біз пиязды салып, қуырып аламыз, қызарғанға дейін. Себебі пияз палаудың түсін кіргізеді. Қызарған пияздың үстіне етті саламыз. Біз етті турамаймыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Туралған сәбізімізді салып, қуырып, артынан су құямыз. Қуырылған сәбізіміз бен етіміздің үстінен бір шөміш су құямыз. Шағын ғана отбасыға жасалған плов болады. Егер адам көп болған жағдайда дәл осы массаны 2 еселесеңіздер болады. Су құйған соң төмен отта етіміз бен сәбізіміз жарты сағат қайнау керек. Қуырылған сәбізіміздің үстінен жуылып дайын болған күрішімізді саламыз. Артынан бір қасық тұз салып, күріштің үстінен 5 сантиметрдей асатындай су құямыз. Сосын бір келкі теп-тегіс етіп күрішімізді жайып тастаймыз. Орта отта қазанның қақпақ ашық күйінде суы тартылғанша палауымыз қайнайтын болады. Менде осындай для плов деген приправа бар. Кімде қандай дәмдеуіштер бар, соны қоссаңыздар болады. Суы тартылған соң, дәл видеодағыдай күрішті ортаға қарап жинаймыз. Ортаға үйілген күрішімізді осылай үлкен қасықтың арт жағымен тесіп қоямыз ортасын. Бұл бізге күріштің ортасына бұл ауа өту үшін. Қазір осылай тесіп болған соң газдың астын өте төмен қойып 30-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Палауымыз дайын болғанша салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге помидор, лазы, пияз және райхан жапырағы керек. Райхан жапырағы өте иісі керемет. Лазы, помидор, пияз төте араластырып күшті сочный салат шығатын болады. Бұл салаттың орнына өздеріңіз жай помидор, қияр немесе басқа салаттарды қойсаңыз да болады. Бірақ мына мен жасаған салат балаға өте керемет кетеді. Қараңыздаршы, күріш деген өзі бөлек кіл-кіл болып төгіліп тұрған жоқ па?
Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы қандай рецепт күтесіздер? Астына жаза кетіңіздер.